Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 53-ші сабақ К дыбысы мен әріпі тақырыбын өтеміз. Яғни біз бүгін сіздермен жаңа әріп өтеміз. Ол К әріпі деп аталады. Балалар, мына суретке қараңыздаршы. Суретте судың бетінде әдемі кеме жүзіп жүр, иә? Кеме сөзі К әріпінен басталады екен. Және де жарқырап күн шығып тұр. Күн, К, күн. Балалар, мына жерге қарасаңыздар, асықтардан К әріпін жасап көрсеткен, иә? Сіздер де өздеріңіз К әріпін асықтардан жасап көрсеңіздер болады екен. Балалар, К әріпі бізде дауыссыз дыбысқа жатқызылады. Себебі К әріпін айтқан кезде біздің өкпемізден шыққан ауа қысылып шығады екен, иә? Сондықтан да бұл дауыссыз әріпке жатқызылады. Енді мына жердегі суретке қараңыздаршы. Суретте кеме бейнеленген, иә? Яғни осы кеме сөзін жазатын болсақ, бұл сөзде екі дауысты дыбыс, екі дауыссыз дыбыс бар екен, иә? Яғни біз балалар дауысты дыбысты қызылмен, дауыссыз дыбысты көкпен белгілейді екенбіз, иә? Келесі бізге берілген жаттығу ол мына сөздерді оқып шығайық, иә? Кеше, кешен, кеме, кесе, керек, кезек, есек, ескек деп буынға бөліп оқысақ болады екен. Балалар, мына жерде бізге мәтін берілген, сол мәтінді оқып шығайық, иә? Анау кеме, ол суда тұр. Кеме әдемі. Айдын кемемен қыдыруды армандайды. Оны алыс аралдар қызықтырады деп бізге әдемі мәтін берген екен, иә? Енді осы мәтінді өздеріңіз бірнеше рет қайталап оқып шығыңыздар. Келесі бізге берілген тапсырма, яғни кесе және де өріктің суретін берген екен, иә? Осы кесе сөзіндегі соңғы екі әріпті және де өрік сөзіндегі бастапқы бір әріпті алып тастасақ, бізде керік деген сөз шығады екен. Олай болса балалар, мына жерге керік сөзін жазып қояйық, иә? Олай болса балақайлар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Біз сіздерді өзіміздің арнамызда тағы да күтеміз. Сау болыңыздар.